Мағлуматларға қарағанда 19-ғасырдың паспорты алдыңғыларына ұқсас емес еді. Онда жеке мағлуматлар һәм сыртқы көріністің толық тарифі бар еді. Мысалы, кең мұрын һәм иек, үлкен көзлер, тар маңлай, қара шашлар, әдеттегі дене түзілісі, бет кеңлігі һәм тағы басқалар. Сондай-ақ сол дәуірде суреттен пайдаланылмаған. Сол уақытта паспортлар кітап ямаса бүкіленетұғын лист формасында болған һәм иесінің толық сипатламасы көрсетіліп, базы жағдайларда дененің айрықша өзгешеліктері де көрсетіп өтілген. Көпшілік Европа мемлекеттері ақырғы бетте құжаттардың бірден-бір системасына өте бастады. Бұл тек қана миграцияны тәртіпке салуменен байланыслы емес, ал темір жол технологиялары менен де байланыслы еді. Себебі ол кеңістік һәм аралық хақындағы түсініктерді өзгертіп жіберді. 20 ғасырдың басында бәрінен бұрын бірінші жер-жүзілік ұрыстан келіп шыққан халда халықаралық паспортлар системасы енгізілді. Бұл қарар Миллетлер лигасы тарапынан әмелге асырылды. Ол ұрыс тамам болған соң бұқаралардың харекетленуін қауіпсіз һәм аңсатластыруға ұмтылды.